болып кетеді. Бұл уақытта Эрика кафені жауып үйіне барғалы жатады. Сосын ол біртүрлі белгілерді көреді. Кейін свет жанып өшіп сынады. Ол әйелдің көзіне кіреді. Эрика бұнда біреудің барын түсінеді. Бірақ ештеңе көрмеген соң холодильникке тығылуды жөн көреді. Бірақ та жігіт есікті ашады. Әйел өлмес үшін барлығын жасайды. Соңында өлгелі жатырған кезде маска киген кішкене баланы көреді. Келесі күні Брэндон ата-анасын көреді. Өзінде бәрі жақсы екенін айтады. Бұл уақытта полиция Эриканың өлімін тексеруде еді. На ограбление не похоже. Полицейлер оқиға орнынан біртүрлі белгіні көреді. Ал бұл уақытта Мэрилин Брэндон мен оның тәртібі туралы әңгімелесіп отырған еді. Ол мектепте психолог болып жұмыс жасайтын еді. Әйел балаға өзін жақсы жаққа өзгертпесе, оны көптеген қиындықтар күтіп тұр және полицияға хабарлайтынын айтады. Кешкісін Брэнд Мэрилинға келіп, полицияға хабарлама, немесе бұл жаман аяқталуы мүмкін деп қорқытады. Әйел баланы тыңдағысы